шуақты шу қонысы құтты мекен, шығыласы шырайлы жерін көркем. Елім, елдігіңді сақта деген, қоңыраулатып, желдертіп атқа мінген. Төле бабам осы өңірде туып өскен, шу бойында туғанымды мақтан етем. Ақ бейел пәк сезіммен жырлап берем, шуақты шу қонысын құтты мекен. Жүгінсек, шу оқымысты ғұламалар мекені. Әлемдік деңгейдегі ғұлама Жүсіп баласағұн осы қасиетті топырақтан шыққан. Бір деректерге қарағанда, Махмұд Қашқаридің әкесі, тіпті оның өзі де берекелі қала Баласағұнда туған көрінеді. Данагөй бабамыз Төле би сынды көрнекті мемлекеттік тұлға туып өскен киелі жер. Сөз зергері Әділ би, Бөлтірік шешеннің, Балоншолақ бабамыздың, Сауытбек, Қуандық, Қылқобызды бармақ, Қылышбай, Жақсыбай, тағы да басқа ақындарымыздың кіндік қаны тамған. Осы құтты мекенде дүйім елге белгілі ақын жазушылар мен сазгерлер, әртістер дүниеге келді. Құтты мекенде дүниеге келген ақиық ақын, күйші, композитор, мұхит асып алты құрлықты шарлаған Ерке Сылқым күйінің авторы Әбдімомын Желдібаевтың өміріне, өнеріне және шығармасына саяхат жасаймыз. Әбдімомын Желдібаев родился 15 октября 1934 году в Жамбылской области, Шуском районе. Известный казахский күйші, композитор, закончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы. Әбдімомын Желдібаевтың has a lot of songs to emphasis Көзжігіт, Жесір сазы, Ыдырыс. Ve Knomoya the 70 of his songs has Ерке Сылқым. The A is distributed of the population from the A. 1970 жылы дүниеге келген өнер туындысы қазақты жарты ғасырға жуық тылсымда терең әуезімен әлдилеп келеді. Жалындаған ой мен сырлы сезімнің жауһар жемісі Ерке Сылқым туралы халық жазушысы Шерхан Мұртаза Әбдімомынның Ерке Сылқымы қазақ өнерінің алтын қорында мәңгі сақталатын қанатты туынды деп жоғары баға берген екен. Шынымен де Ерке Сылқым елдің қазынасына айналған ерекше музыка, ерен құбылыс. Күйшінің атақты күйі Ерке Сылқым құрметіне 2011 жылы Шу қаласында ескерткіш орнатылған. Күйші композитор бірнеше марапаттармен марапатталған. Олар Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет атағының иегері. Обладатель ордена Парасат, почетного ордена. Также был награжден именным нагрудным знаком Назарбаева «Алтын барыс». Medal of the 20th anniversary of independence of the Republic of Kazakhstan in 2011. Шу өңірі тұнған тарих. Ал өз атамекенінің тарихын зерттеу жас ұрпақ алдында тұрған үлкен міндет. Атадан қалған аманат. Аманатты арқалау тек ізденімпаз ел ертеңін бақылай да бағалай да алатын білімді жас ұрпаққа жүктеледі.